Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен тәтті бұрышымызды осылай ұзыннан соломка етіп турап аламыз. Мен бұл жерде екі түсті болгар бұрышын пайдаландым. Тәтті бұрышты өздеріңіз білетіндей салатқа немесе тамаққа қосатын болсақ, өте дәмді әрі ерекше иіс береді. Және өте пайдалы көкөністердің бірі болып саналады. Тәтті бұрыштарымызды турап алдық. Енді оны ыдысымызға салып, келесі көкөністі турап бастаймыз. Ол бізде қияр. Қиярды дәл тәтті бұрыш сияқты ұзыннан етіп турап аламыз. Бұл салатты сіздер отбасыларыңызға немесе қонақ күткенде жасасаңыздар, өте дәмді әрі қонақтардың алдында ұятқа қалдырмайтындай салат болады. Ал енді бізде қызанақ, яғни помидор. Оны да дәл солай ұзыннан етіп турап аламыз әдемілеп. Егер сіздерге менің рецептерім ұнап жатқан болса, арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдын ала рахмет. Ал енді етімізді қызып тұрған майда қызартып қуырып аламыз. Оған аздап тұз және соя салуды ұмытпаңыздар. Ал енді аскөктерімізді майдалап турап аламыз. Бұл жерде менде екі түрлі аскөк, бірі укроп және екіншісі петрушка. Оларды әдемілеп турап алып, ыдысымызға саламыз. Одан соң бізде чеснок, яғни сарымсақ. Мен бұл жерде көбірек чеснок турап жіберіппін, бірақ жартысын ғана салдым. Ал енді жаңағы қызып тұрған майда қуырып алған етімізді майымен бірге қосып жібереміз. Ал енді осы кіші банкідегі горохымызды, яғни жасыл горохымызды осылай салып, үстінен аздап тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Иісін және дәмін айтып жеткізу мүмкін емес, дайындап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, қолдау білдіріп кетіңіздер.